Сәлеметсіздер ме, құрметті экодостар. Менің есімім Амантай Нұржанат. Мен жалпы білім беретін шахта мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Алдарыңызда Қазақстанның мәселелеріне арналған әлеуметтік бейнемді ұсынамын. Қазіргі таңда қоқыстардың көбеюі экологиялық мәселелердің бірі болып отыр. Тұрмыстық және өндірістік қалдықтардың бақылаусыз көбеюі табиғатқа зиян келтіріп, ауа, су, топырақтың ластануына әкеледі. Қалдықтарды қайта өңдеу бұл экологиялық жауапкершілікті танытудың және табиғатты қорғаудың тиімді жолы болып отыр. Қайта өңдеудің негізгі пайдасы: қоршаған ортаны қорғау, қоқыс үйінділерінің көлемі азаяды, экономикалық тиімділік, қайта өңдеу жұмыс орындары ашылады, энергия үнемдеу, пластик, металл, қағаз сияқты материалдарды қайта өңдеу, адам денсаулығын сақтау, ластанған су мен ауаның зиянын азайтады. Пластикалық бөтелкелер, қағаз және картон, газеттер, журналдар, картондар, металл, алюминий, банкалар, консерві қалбырлары, шыны бөтелкелер, электронды қалдықтар, ескі телефондар, компьютерлер. Қалдықтарды қайта өңдеуді қалай бастауға болады? Қалдықтарды қайта өңдеуді бастау үшін қарапайым қадамдарды орындау жеткілікті. Егер адам күнделікті дұрыс сұрыптау мен дұрыс тастаса, бұл экологияға үлкен пайда әкеледі. Қайта өңдеу пункттері мен қабылдау орындарын анықтаймыз. Қалаңыздағы экопункттер мен қоқыс жинау орындарын анықтаңыз. Қайта пайдаланылатын заттарды қолданыңыз. Бір рет қолданылатын пластик пакеттерді орнына маталарды қолдануға болады. Эко-әдеттерді қалыптастырыңыз. Қажетсіз заттарды сатып алмаңыз. Артық тұтынудан сақтаныңыз. Ендеше достар, қорытындылай келсек, қалдықтарды қайта өңдеуді бастау оңай. Тек әдет қалыптастыру керек. Егер әр адам сұрыптап, жауапкершілікпен қоқыс тастаса, табиғатқа үлкен көмек көрсете аламыз.